қазір осы интенсивке бізде алдында 7-ші керуен түлегіміз келіп отыр. Ол да жаңа таргетинг туралы, кішкене таргетингті түсінбеген туралы біраз мағлұматтар. Міне біз көрдіңіздер ме? Егер бізде түсінбегендер болса, келіп, көріп, біліп, оқуына, білім алуына болады. Енді Мақпал ханым өзі алдында тапсырыстар беріп, пайда тапқан екен. Сол туралы өзіңіз бір ауыз айтып беріңіз. Мен 50 штук қыздардың кішкентай сумочкасына заказ берген. Үйге дейін келуімен 1090 теңгеге түсті. Оны мен оптом 1600 теңгеге сатып бердім. 2 күннің ішінде. 1090 теңге түсті, 2 күн ішінде 1600 теңгені оптом сатып бердім. 1600 теңге сатып. Таза пайда 30 мың теңге болды. 30 мың теңге. Өте тамаша. Мысалы, міне қарап отырсаңыздар, жақсы да, міне жетістік. Одан кейін де біреулерге заказ алып беріп жатырмын. Үстінен 300 теңге, 400 теңге алдын ала ақшасын алып, одан да мен уже оқыған курсымның ақшасын шығарып алдым. Ой, тамаша, өте шын. 15 мың күніне есептеп отырмын да, айына 400. Маған келді, көмек заказ бере аласыз ба деп. Бере аламын, әрқайсы заттың үстіне 250 теңге, 300 теңгеден қойып отырамын дедім. Қойып бердім, 100 аяқ киімге заказ жібердік. 30 мың теңге пайда көрдім. Одан 300 теңгелік летний аяқ киімдерге заказ жібердік, оны мен 600 теңгеден деп айттым. 30 мың теңге бір күнде пайда таптым.